Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Диктантымыздың тақырыбы көк кит. Мәтінді оқимын, мұқият тыңдаймыз. Көк кит жануарлар әлеміндегі ең ірісі. Оның салмағы 160 тонна, ұзындығы 30 метр. Бір қызығы ұсақ шаяндармен қоректенеді. Аузының көлемі бір бөлменің үлкендігіндей. Оқушылар, диктантты азат жолынан бастап жазамыз. Әр сөйлемді бас әріппен жазуды ұмытпайық. Диктант жазуды бастаймыз. Көк кит жануарлар әлеміндегі ең ірісі. Көк кит жануарлар әлеміндегі ең ірісі. Тексереміз. Көк кит жануарлар әлеміндегі ең ірісі. Келесі сөйлем. Оның салмағы 160 тонна, ұзындығы 30 метр. Оның салмағы 160 тонна. Ұзындығы 30 метр. Тексереміз. Оның салмағы 160 тонна, ұзындығы 30 метр. Келесі сөйлем. Бір қызығы ұсақ шаяндармен қоректенеді. Бір қызығы ұсақ шаяндармен қоректенеді. Тексереміз. Бір қызығы ұсақ шаяндармен қоректенеді. Келесі сөйлем. Аузының көлемі бір бөлменің үлкендігіндей. Аузының көлемі бір бөлменің үлкендігіндей.
Диктант аяқталды. Мәтінді қайталап оқимын, жазғанымызды тексеріп шығамыз. Көк кит жануарлар әлеміндегі ең ірісі. Оның салмағы 160 тонна, ұзындығы 30 метр. Бір қызығы ұсақ шаяндармен қоректенеді. Аузының көлемі бір бөлменің үлкендігіндей. Диктантымыз 24 сөзден тұрады. Сау болыңдар оқушылар.